Ассалаумағалейкум, ардақты Алаш жұрты. Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім хабары, студияда Бекзат Қосай. Бүгінгі хабарымыз Бейнеу ауданына қарасты Төлеп ауылына арналатын болады. Алдымен ауыл тынысымен танысып өтейік. Төлеп ауылы Бейнеу аудан орталығының оңтүстік батысында 90 шақырым жерде орналасқан. Ауылдық округ 1965 жылы құрылған, бұрынғы Каменный поселкісі 1993 жылы 26 ақпанда Бейнеу ауданы әкімі шешімімен қайта құрылды. Ауылдық округ облыс орталығынан 385 км, аудан орталығынан 90 км жерде орналасқан. Жалпы аумағы 12792,141 гектар. Ауыл тұрғындарына Махотов атындағы мектеп балабақша кешені, фельдшер акушерлік пункті, Қазпошта бөлімшесі, АТС байланыс торабы, Қазақстан темір жолына қарасты мекемелер, Бейнеу су және темір жол су мекемелер қызмет көрсетеді. Сонымен қатар Төлеп ауылы табиғи газбен және ауыз сумен қамтамасыз етілген. Ауылдық округте 171 отбасында 959 адам тұрады. Ендеше дәл осы таныс өткен Төлеп ауылының әкімі Жанып Қайролла студиямызда. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Енді бір емес бірнеше жыл қатарынан ауыл әкім болып келесіз. Бірнеше кезек студиямызға келіп отырсыз. Таңсықта емес сізге. Мұнан айтыңызшы, Төлеп ауылы жалпы басқа ауылдардан несімен ерекшеленеді? Енді ең бірінші кезекте жер бедерімен ерекшеленеді. Ең биікте тұрған ауыл болып есептеледі. Біздің осы Маңғыстау үстірттің үстіндегі. Соны мақтан тұтамыз. Қысы қатты, жазы салқын. Қысы қатты, жазы ыстық. Түні салқын тек жаздық. Тағда? Басқа енді шағын ауыл бір-бірін таниды. Осы мына 2012 жылдан бері ауылда әкім қызметін атқарып келесіз. Бірнеше жыл болды десек болады. Жалпы өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Мұғалім менің мамандығым. Мұғалім мамандығынан. Жалпы осы мамандық бойынша көбісі әкімдікке өтіп жатады. Оның себебі неде білесіз бе? Білмеймін алам. Жақсы. Енді кәдімгі ағарту саласында ғой барлығы да. Солай шығар бәлкім. Жыл басында өзіңіз күні кеше аудан әкіммен бірге ауыл тұрғындарына есеп бердіңіз. Солай ғой? Жалпы осы есеп беру кешінде қандай сұрақтар көтерілді? Нендей мәселелер шешімін тауып, нендей мәселелер шешуді талап етіп тұр? Осы бойынша тоқталып өтсеңіз. Енді ауыл, жалпы біздің ауылда шешілмей жатқан мәселелер жалпы саусақпен санарлықтай. Тоқ, ақбұлақ бағдарламасы болса, су тартылса деген мәселелер болды. Электр тоғын біздер қазір 5 мекемесінен алып отырмыз. Сол өз алдымызға тоқтың күші аз, солар күшейтілсе деген не болды. Енді сол екі сұрақ шешімін тапты. Осы жылы басталып та кетті. Ақбұлақ бағдарламасы бойынша су... Қандай мәселелер тұрғындар көтерген көбінесе? Нені сұрады тұрғындар? Енді тұрғындар бізде жедел жәрдем машинасының жағдайы өте... Сол әлі 2016 жылдан бері жыр болып келе жатырған жедел жәрдем машинасы, Ол біздер облыстық басқармаға да, денсаулық сақтау басқармасына да... Оны былтыр келгенде айттыңыз. Оған енді қанықпыз. Одан басқа? Одан басқа енді сол ауылшылық жолдар салынса, біздер Атырау-Ақтау Бейнеу Ақтау трассасынан 5 километр қашықтықта орналасқан трассаның бойынан. Сол екі ортадағы жолымыз сын көтермейді. Жалпы оның да жобалық сметалық құжаттары жасақталды. Осы жақын күндерде шешілетін болады ол да. Бұлын енді сіз 2017 жылда айттыңыз, 2016 жылда. 17 жылы біз жобалық сметалық құжатын жасақтадық, дайындадық. Жыл аяғында дайын болды бұл жобалық сметалық. Сонда жобалық сметалық құжаттар бір жыл бойы дайындала ма? Бір жол 5 шақырымдық жолдың... Жоқ, бұл жаңағыдай мемлекеттік сатып алуға порталға жаңағы тапсырыс берген мезгілде адам түспей қалады. Қандай адам түспей қалады? Мемлекеттік сатып алуға қатысушы болмай қалады. Соның есебінен тағы да
О жаңағыдай Жақсы, мынаны айтыңызшы, жол қашан болады осы екі ортада? жол енді мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін қаржы мәселесі шешілсе осы үстіміздегі жыл болады. Мемлекеттік сараптамадан әлі өткен жоқ па? Мемлекеттік сараптама. Оған не кедергі? Оған біз жаңағы жолды хабарлама берген мезгілде біз нені текущий жаңағы ағымдағы жөндеу, я болмаса строительство құрылыс нысанына деп берген болатынбыз. Құрылыс нысанына құрылыс нысанымен есептеген кезде ол жолдың шығын 284 миллионға шығып кетіп отыр. 5 километр үшін ол және қыруар ақша, сондықтан біздер мердігерлердің демеушінің көмегі арқылы оған ағымдағы жөндеу жұмыстарына демек шикілік өздеріңізден ғой, әуесті дұрыс құжат жасақтамағаннан ғой. Солай ма? Жоқ, біздер енді құрылыс бойынша есептеп қарадық қой ол жердің жаңағы несін. Жобалық сметалық құжатты құрылыс бойынша дайындап көрдік. Енді тек қана ағымдағы жөндеу бойынша ақша сұрап отырсыз, сіз сонда мемлекеттен қалай? Ағымдағы жөндеуден сұрап отырмыз қазір. Бұл тағы келесі жолы сын көтермей, тағы да 1-2 жылдан кейін тозып қалып, сөйтіп тұрғындар тағы да мәселе көтермей ме? Жоқ, ол жаңа қатқылтас, шағылтас құмды жол дейміз ғой, шебін төсейміз ол жолға. Біздерде енді ауылда үлкен жүк автокөліктері жоқ. Енді бұл жол талқандайтын. Жаңағы мәселелер шешімін тапты ма өзі? Қайсы? Құжаттар жасақталды ғой. Құжаттар жасақталды. Республикалық сараптамадан өткен жоқ әлі. Өткен жоқ. Өтуге не себеп? Не кедергі? Өтуге енді біз жаңағы хабарлама бергеніміз бойынша жаңа құрылысқа деп бердік қой хабарламаны. Енді біздер мына ағымдағы жөндеуге несі суммасы төмен болғандықтан біздер қазір аудит бөлімінен рұқсат сұрап отырмыз. Осыған рұқсат берсеңіз біздер құрылыс ағымдағы жөндеуді өткізетін бастаймыз деп. Рұқсат қашан береміз дейді? Жалпы осы Ақтау қаласы бойынша ішкі аудит бөліміне жаздық қатты. Бұл қазір республикаға жолданды. Жақсы, енді оны түсіндік. Хат, құжат, бұл мәселенің бәрі енді сіздің айналысар жұмыстарыңыз ғой. 2017 жылдан бері айналысып келе жатсыз. Бұл шаруа бітті ме? Іс қашан басталады? Соны айтыңызшы. Егерде қазіргі мына сараптама бізге жаңағы ішкі аудит бөлімі қалай рұқсат береді, егерде ағымдағы жөндеумен жасай беріңіз дейтін болса, онда біздерге мемлекеттік сараптаманың да керегі жоқ. Ол кезде біздер уже қаржы қарастырып, уже бастай береді. Жақсы, бір сөзбен нақты қашан қандай іс бітетінін айта алмайсыз, солай ғой? Қаржыға байланысты енді. Қаржы беріп жатса, жасағымыз ақ келеді. Өткен осы қыста 1-2 ай бұрын түгел ауылдарда, түгел демейін, 1-2 ауылдарда мал құтырып, сонда бір үлкен мәселе болған, туындаған. Сіздің ауылыңыз бұл мәселеден аман ба? Аман. Ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ. Ауылда қанша басы мал бар? Енді 7 шаруашылығымыз бар. 7 шаруашылығымыз бар. Оның барлығын қоса есептегенде 5000 қаралы ұсақ мал, қой, ешкі, 291 түйе, 294 сиыр, 400 бастай жылқы малы бар. Демек біршама мал бар, барлығы аман есен. Барлығы аман. Жақсы. Қысқы жем шөптеріңіз сай, әлімге үшін жетіп жатыр, солай ма? Жетті, осы не қылмаған жеріне ауылға вагонмен келтішем. Шөп мәселесі Құлсардан әкеліп, жалпы шағым айтып, шөбім жетпей жатыр деген тұрғын болған жоқ осы қыста. Болса қарасасыздар? Иә, қарасамыз. Түсінікті. Енді жалпы осы ауылдың дамуына өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Толады. Соңғы 2017-де, осы соңғы жылы, ауылда не өзгерді? Енді жаңа айтып отырған тоқ мәселесі шешіліп жатыр, су мәселесі басталғалы жатыр. 2017-де шешілген мәселелер ме? 2017-ның соңғы жаңа квартал дейміз, соңғы жарты жылдығында шешілді. Жалпы ол 2 жылға есептелді. Аудандық құрылыс бөлімі тапсырыс беруші. Қазір таңда осы жұмыстар жалғасын табуда. Тоқ қазір жарқырап жанып тұр? Жоқ, тоқ бар негіз алдында, тоқ жоқ емес. Тоқтың күші жетпегендіктен біз қазір жаңағы өз алдына тоқ тартып отырмыз бейнеуден.
Енді бұл мәселе шешілді ме? Жалпы былтыр осыда мәселе болып көтерілді ғой. Тоқ жай жанат, күші жетпейді, күші әлсіз деген. Қазір күші жеткілікті ме тоқтың? Әлі де сол біз бұрынғы ЭЧ5 мекемесінің несіндеміз ғой. Әлі солардан тоқ алып, солардың тұтынушысымыз былай айтқанда. Ал енді біздің жаңағы өз алдымызға жеке тоқ келгеннен кейін, онда трансформаторлар барлығы ауыстырылатын болады, оның барлығы сметада қарастырылған. Әлі күшейтілетін болады, ауыл-ауылдарға бөлек трансформаторлар қойылатын болады. Тоқ әлі күшін әлсіз. Әлсіз. Яғни солай ғой. Қашан тоқ бір жобаға келеді? Қаржы болса, осы биыл бітеді. 18-де. Құжаттардың бәрі жасақталып, тек қаржы күтіліп тұр ма? Жоқ, басталып кетті жұмысы. Былтыр жұмыс басталып кетті. Жұмыс басталып кетті. Былтыр басталған. Биылда тағы облыс әкімі өткендегі ауданға келген іс сапарында айтты. Осы жартыжылдықта, яғни мына 6 ай қалған қаржыны табуға тырысамыз. Сол кезде бұл тоқ мәселесі шешіледі бұл ауылдың. Бір сөзбен жыл соңына дейін тоқ мәселесі шешілу керек. Шешілу керек. Бұйырса, солай ғой? Жақсы. Ол үшін жұмыстанасыз. Жұмыстанамыз. Басқа ауылдың ішкі жолынан тоқталып өтіңізші. Жалпы ауылдың 5 шақырымнан басқа ішкі жолдарын жасақтау, жоспарлау сіздің... Жалпы жоспарлап жатырмыз. Оны олда 4760 метр ауылшылық жолда. Оның да құжаттары толықтай жасақтап, сол сұранысқа жіберген документтерін жасақтап жатырмыз қазір. Қашан дайын болады құжаттар? Құжаттар сметасын бір айдың көлемінде дайын болады. Дайын болады. Сосын қаржы қарастырып. Басқа тағы не өзгерді 2017 жылы? Енді жалпы жаңағы тоқпен судың өзі бізге үлкен қаражатты қажет етеді. Сондықтан басқа неге көп, сол екі шаруамызды бітіріп алсақ та деп, біз көп ішкі неге сұраныс беріп жатқан жоқпыз. Судың мәселесі шешілді ғой толық? Судың мәселесі осы 1,5 күнде жұмыс басталады өзі. Бұл енді басталады? Енді басталады. Яғни тоқтың да судың да мәселесі әлі шешімін тапқан жоқ. Екеуі де енді басталып жатқан жұмыстар солай ғой? Иә. Жоқ, бұлардың біздің суымыз тасымал, қазір 4 тонн суды 500 теңгеге үйге келіп құйып беріп кетеді. Оны білеміз ғой. Теміржол су арқылы су келіп тұрып, сусыз емеспіз. Енді жаңа Ақбұлақ бағдарламасы бойынша айтып отырғаным ғой, жалпы. Демек 2017-те ауылда ешқандай іс атқарылған жоқ, солай ма? Оның барлығы енді атқарылып жатқан шаралар ғой жаңағы сіз айтып отырған. 2017-те басталды ғой бұлардың алды. 2018-де жаңағы екі шарадан басқа ауылда тағы қандай жоспар бар? Енді жаңа кірме жолды жөндегіміз келеді, қаржы шешімін тауып жатса. Сосын ауылшылық жолды жөндегіміз келеді. Бұған қанша қаражат бөліп отыр биылға, 2018 жылға? Қанша қомақты қаражат сұрап отырсыздар үкіметтен? Енді жаңағы 4 километр 800-мізге, егерде ағымдағы жөндеу болатын болса, 30,5 миллион қажет етеді. Анауда 4760, ол да сол соманы қажет етеді. Түсінікті. Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар. 30-34-50 байланыс желіміз, хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатқан естеріңізге сала кеткіміз келеді. Сол себептен қандай да бір көкейлеріңізде сұрақтарыңыз болса, маңызды мәселелер болса, орта толтырып, ортаға ой қоссаңыздар болады. Жалпы ауыл шетіндегі Иманбай және сол секілді ескі тарихи қорымдардың бар екенін білеміз. Осы тарихи қорымдар қаншалықты күтілуде, күтім жасалады. Оның басын барып тазалап, біздің осы рухани жаңғыру дегеніміз осы ата-бабамыздың басын қарап тұру, тазалап тұру, ескерткіштерді тарихта сақтау деген секілді мәселелер алаңдатып жүрме? Жалпы ол жылда өзіміз барып қарап тұрамыз. Иманбай қорымы біздерге бөлінген осы не бойынша. Ауданның бөліп берген тапсырмасы. Енді оны ПЧ мекемесі арқылы жан-жағын қоршаттық. Жалпы ол айналада жаңағы апта сайын, ай сайын, я болмаса бүлінетіндей мал ауыл, я болмаса басқа да нелер жоқ. Өзі бір тұрған өз алдына бір қорым. Бір тазалап қойсақ, жылына сол жеткілікті. Қашан тазаладыңыз соңғы рет? 17-де тазаладық. 2017 жылы. 2017 жылы. Қай айында? Жаз айында. Жаз айында. Енді бұйырса келген екен тағы бір тазалайтын уақыты бар. Қашан барасыздар? Енді июль айларында барамыз ғой. Бұйырса жаз айында тағы да барасыздар, иә. Жақсы. Одан басқа енді
ауылды қаншалықты аралап тұрасыз? Жалпы ауылыңызда қанша көше бар? 3 көше бар ауылымызда. 3 көше бар. Мақұтов, Әбілғазы Мақұтов көшесі, Тұрманбет көшесі, Балуанез көшесі. 3 көше бар. Кеше енді амал келіп 3 көшені аралап көріп шыққан шығарсыз ауыл тұрғындарымен. Ауылдың үлкендеріне кіріп, Қолдарын алып көрсіңіз бе? Амандасып шығып жатырмыз. Түсінікті. Төлеп ауылы жайында тағы да қандай өзгерістер бар? Бәлкім жақсы жаңалықтар ел күтетін. Нені айта аласыздар? Мына нәрсені өзгеріс болайын деп жатыр ауылда дегендей. Бәлкім үй салынайын деп жатыр ма көп пәтерлі? Жоқ, көп пәтерлі үйдің жалпы мына ауылдан 18 километр жерде Айрақты тауы дейтін тауымыз бар. Сол жерден осы мына поляктар қызығушылық білдіруде тұз алуға. Соның документі 2-3 жылдан бері құжаттар жасақталып жатыр. Егерде құжаттары бітіп қалды, осы биыл зерттеу жұмыстарын бастап жүргізетін болады. Егерде олардың көңілінен шығып жатса, ары қарай осы тұз зауыты ашылады деген болжамымыз бар. Басқа енді ол егер ашылса, тұрғындарға жұмыс болады, әжептәуір жұмыс болады тұрғындарға. Одан кейін қазір жастардың арасында мына жаңағы мал бағам, жер алам деген қызығушылықтар бар. Ол да осы биыл қолдаймыз, оларды да жерін беріп, басқа да шағын несиелерге қол жеткізуге көмектесеміз. Қанша гектар жер беріледі ондай? Мен мысалы шаруашылықпен айналысам деушілерге. Бұл енді жаңағы тұтынушының сұранысына байланысты ғой. Қанша мал алғысы келеді, сонша жер беріледі. Сонша жер беріле береді, жер кезекте тұрғандар бар ма ауылда жалпы осы жер бойынша? Жоқ. Мен үй салайын деп едім, не болмаса кәсіпкерлік нысан бойынша дегендей. Жоқ, біздерде ондайларға кезектілік жоқ. Кезектілік жоқ, ашық, иә? Мысалға ауылға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылға аттанды делік жас мамандар. Ондай жас мамандарға қандай көмектеріңіз бар? Енді жас мамандарға болғанда біздерге қазір ағылшын тілінің, ағылшын пәнінің мұғалімі керек болады. Бұл да бір осындай дипломмен ауылға, осы ауылдың тұрғыны емес, бұлай дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келіп жасап жатқан азаматша. Ол енді мысалы сондайлар болып жатса, аудандық қаржы бөлімі арқылы қаржысын қарастыратын боламыз. Үйін тауып беруге болады. Түсінікті. Фельдшерлік, акушерлік, яғни амбулаториялық орталықтарыңыз жағдайы қалай жай-күйі? Жалпы жөндеу жұмыстарына қазір тапсырыс берілді. Аудандық аурухана бөлімі арқылы облыстық денсаулық басқармасынан. Ол біздерге жауабы келді. Осы жылы ағымдағы жөндеу жұмысын жүргізетін боламыз. Қанша қызметкер бар онда? 5 қызметкер бар. Қандай мамандар? Жаңағы медсестра, фельдшер, сосын жүргізуші, езен жуушы. Бір медбике? Бір медбике, бір көмекші медбике. Сосын жаңа мектеп балабақша кешенінің де ол жерде 2 медбикесі отырады. Сонымен 4-еу, сосын жаңағы жүргізушісі бар. Түсінікті. Сонымен ауылға жетіп жатыр. Ал балабақшаның мәселесі, кезекте тұрған балалар жоқ па? Кезекте тұрған балалар жоқ. Осы 2016 жылы желтоқсан айында жаңадан бізге 40 орындық, бұрыннан да 25 орындық бар еді, тағы 40 орындық жаңадан балабақша салынып берілді. Заманауи. Ол да қазір қызметін халыққа көрсетіп жатыр. Түсінікті. Хабарымыздың кезекті айдары шыныңызды айтыңыз деп аталады. Осы айдарға кезек берелік. Бұл айдарда әкім мырзаға тосыннан 10 сұрақ қойылады. Осы сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба? Дайын болсаңыз бастайық. Еңбекқорсыз ба? Иә. Әлеуметтік желілерде барсыз ба? Иә. Көп уайымдайсыз ба? Иә. Өтірік айтасыз ба? Жоқ. Қандай да бір спорт түрімен шұғылданасыз ба? Қазір жоқ. Бұрын шұғылдандым мен. Соңғы оқыған кітабыңыз есіңізде ме? Жоқ. Кітап оқымайсыз ба? Кітап оқимыз бірақ енді. Әкім болудан шаршаған жоқсыз ба? Кейде шаршатады. Бірақ енді жаспыз ғой, шаршаймыз.
ашушаңсыз ба? Жоқ, Әзілге қалайсыз? әзілдеймін бір кісі деймін. Тойда тілек айтқан ұнай ма? Тойға барғаннан кейін айту міндеттіміз, айтамыз. Жақсы, бүгін сұрақтарымыздың бәріне дұрыс жауап бердіңіз бе? Иә. Жақсы, енді Қайыролла мырза, өзіңіз ауыл тұрғындарына айтар тілегіңіз, жолдар сәлеміңіз болса, сөзге өзіңізде. Енді мына осы эфирді пайдаланып барша қазақстандықтардың амал мерекесімен құттықтаймыз. Келе жатқан ауылдастарымды осы міне 22 наурызға амал мерекесін өткізгелі жатырмыз ауылда, наурыз мерекесін. Сол осы жылда жақсы жаңалықтар көп болсын ауылымыз үшін, бүткіл Қазақстан үшін. Осындай жақсы жаңалықтардың қасында атсалысып жүре берейік. Жақсы. Наурыз мерекесіне дайындықтарыңыз қалай? Наурыз мерекесіне дайындығымыз жақсы. Осы мерекелік концерт, тағы да шағын дастарханымыз болады. Сол үй тігіледі 22 наурызға. Жалпы амалмен наурызды жақсы қарсы алуға дайындалып жатсыздар. Иә. Жақсы қарсы алыңыз, жылыңыз құтты болсын. Ауылда жаңа жылда жақсы жағымды жаңалықтар көп болсын деген тілек айтамын. Осымен ауыл және әкім хабары тәмам. Келесі эфирде көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.